Қазіргі қазақ әдебиетінің талантты қаламгері, әдебиет сүйер қауымға кеңінен танымал ақын жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, публицист, саясаттанушы, журналист, Адам ата, Ман ата қоғамдық қорының басшысы, алғашқы мұнайшылар киімінің авторы, Мұнай информ, алғашқы мұнайшылар газетінің негізін қалаушы, Міршайыр Мырзағали Іңірбаев қазақ әдебиетіне, тарихи зерттеулерге соны үлес қосқан қайталанбас жан. Міршайыр еңбекке ерте араласып білім қуып, еңбек жолында елеулі жетістіктерге жетті. Өзінің творчествосында өмірді жаңғыртуға, елге қызмет қылуға қаламының қуаты мен қомақты үлесін қоса білді. Қоғамдық шараларды атқаруда тындырымды еңбек қылды. Көпшілік қауымға Міршайыр деген атпен таныс қаламгер Мырзағали Іңірбаев 1952 жылы 19 қыркүйекте әулиелер мекені Маңғыстаудың жәннат жері Шайырда дүниеге келген. Мырзағали Іңірбайұлы руы Қосай Бәли. Діни сауатты еңбекқор отбасында Іңірбай Бәйекеұлы мен Мендеш Арықбай қызының берекелі шаңырағында өмірге келіп, Сам-2 Қызыласкер елді мекендеріндегі мектептерде оқыды. Көп балалы отбасында әрқашан үлкендерге ізет танытып, өзінен кіші іні қарындастарына қамқорлық көрсетіп, ата-анасының қолдаушысы болып келген Міршайыр еңбекке ерте араласады. Әкесі Іңірбай Бәйекеұлы Ұлы Отан соғысының батыры, көптеген медальдары мен наградалары бар ардақты ардагер. Ал анасы Мендеш Арықбай қызы тылдың еңбек ардагері. Міршайыр бала кезінен ерекше зеректілігімен, зейінділігімен байқалған екен. Қашаған, Зақария сынды дүлділ аталарының жырларын үлкендер тәрбиесінен бала кезден жаттап өскен Міршайыр сөз өнерінің құдіретін ерте сезеді. Жас ақын өлеңдерін 1963 жылдан шығара бастап, алғашқы туындылары Жаңа өмір, Лениншіл жас, Боевое знамя, Коммунистік жол газеттерінде жарияланады. Міршайырдың Балауса, Бес қоңырау, Қарлығаш, Жетіген, Шын жүрегіммен жинақтарындағы жырлары үлкен әлеуметтік жүк көтерумен сүйсінтті. Ал туған ел, Уақыт астындағы тамырлар, Өрт, Өмір саған есем бар, Зия, Ғибрат, Поэзия, Әулиетас, Адам ата Маната еңбектері мен Періштерін сыбыры, Одан ұшпан дүние романдары және басқа да туындылары ауқымды тиражбен жарыққа шығып, оқырман қауымды тәнті етті. Әдебиетке мол біліммен келген салмақты шығармашылық иесі Міршайыр 1971 жылы Ақтөбе теміржол училищесін бітірді. 2 жыл Кеңес одағы әскерінің қатарында қызмет атқарды. 1974 жылы Айбала Шалқыбай қызымен шаңырақ құрып, көп балалы берекелі өмір сүріп, зерделі ұрпақ тәрбиеледі. 1981 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін аяқтады. Бұдан соң 1988 жылы Алматы жоғары партия мектебінде білімін шыңдады. Сонымен қатар Міршайыр 1986 жылы Новосибирск жоғары командалық бүкіл одақтық жоғары әскери саяси оқуын бітірген. Жоғары санатты офицер дәрежесіндегі маман, саясаттанушы. Міршайыр шығармашылық еңбек жолын 1973 жылы Маңғыстау облыстық Коммунистік жол газетінде әдеби қызметкерден бастап, 1985 жылы Ералиев аудандық Түлеген түбек, Бейнеу аудандық Рауан газеттерін ұйымдастыруға, 1989 жылы Маңғыстау облыстық газетін қайта шығаруға ұйытқы болды. Міршайыр баспасөз саласында ұзақ жылдар еңбектеніп, облыстық,
Маңғыстау газеті редакциясында бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары қызметінде жұмыс жасады. 1984-1989 жылдары Қазақстан Коммунистік партиясы Маңғыстау облыстық комитеті үгіт және насихат бөлімінің нұсқаушысы. Ералиев аудандық партия комитетінің үгіт және насихат бөлімінің меңгерушісі болды. Қызметімен қоса қоғамдық шараларды нәтижелі жүргізе білген Мырзағали Іңірбаев Шевченко қалалық кеңестің депутаты және кеңестің әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссиясының төрағасы ретінде облыс орталығының өсіп өркендеуіне, қалада және Қызылтөбе кентінде ұлттық мектептер салынып ашылуына, мәдениет ошақтар жүйесінің кеңейтілуіне, лицейлер ашылуына, әсіресе өнер колледжінің ашылып, нәтижелі жұмыс жасауына, ол үшін мекемелердің білікті мамандармен қамтамасыз етілуіне тікелей атсалысты. Міршайыр 1995-2006 жылдар аралығында Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамында әлеуметтік сала бойынша қызмет атқарды. Мырзағали Іңірбаев Маңғыстау мұнай-газда еңбек етіп жүріп, мекемеде связь с общественностью көпшілікпен қарым-қатынас бөлімінің құрылуының себепшісі болды. Қазақ-орыс тілдерінде басылымға шыққан Мұнай информ алғашқы мұнайшылар газетінің негізін қалады. Сонымен қатар алғашқы мұнайшылар гимні сөзінің авторы. Мырзағали Іңірбаевтың мұнайшылар гимні сөзіне Ескендір Хасангалиев музыкасын жазып, қос талант мұнайшылар мерекесіне орай алғаш рет мұнайшылар гимнін көпшілікке паш етті. Міршайыр ұзақ жылдар журналистік, партиялық, саяси қызметтерде болып, халық тарихы мен өмірін білгірлікпен, жанашырлықпен зерттей, оны өркендетуге құлшына жүреді. Сан қырлы өнермен мамандықты меңгерген ол түрлі қызметтерде жүрсе де әдебиет ауылынан алыстай алмады. Қаламгер новеллалар, көркем және ғылыми публицистика жазумен үзбей шұғылданып, замандастар бейнесін, адам мәнін интеллектуалдық тұрғыдан ашуға ұмтылыс жасап, тарихи, этимологиялық, лингвистикалық мәселелерді де қаузап жүрген. Ақынның барлық туындыларында өмірлік мұраттарға жетсек деген ақын жырлары ұлттың өзекті мүдделерімен ұштасады. Мырзағали Іңірбаевтың әрбір әдеби дүниесінің тұсаукесері аталып өтіп, ана тілі, егемен Қазақстан, Маңғыстау, Жалын және басқа да көптеген газет-журнал беттерінде еңбектері қызу талқыға түсіп, оқырмандар мен әдебиет саласындағы шеберлердің жоғары бағасына ие болып отырды. Міршайырдың еңбектеріне алғы сөз жазған танымал әдебиетшілер, қаламгер шығармашылығы қазақ әдебиетінің асыл үлгілерінің бірі екендігін атап өтеді. Міршайырдың поэзиясы, прозасы, көсем сөзі туралы көптеген қаламгерлер мен ғалым әдебиетшілер пікір білдіріп, газет-журналдарда мақалалар жариялады. Міршайырдың творчествосын оқырман қауым мен әдебиет әлемі қызығушылықпен қарсы алатын. Әрбір мерейтойында автордың әдеби жыр кештері ұйымдастырылып, Міршайыр оқырман қауыммен кездесулер өткізіп отырды. Жергілікті, қалалық облыстық әкімшіліктермен қатар министрлік пен Қазақстан жазушылар одағының әдебиетшілер үйінде еңбегі бағаланып, құрмет көрсетілді. Тындырымды еңбек нәтижесінде Міршайыр Қазақстан журналистер одағының пленум мүшесі болып сайланды. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты атанды. Маңғыстау облысын дамытуға қосқан үлесі үшін төсбелгі медалімен, Мәдениет және ақпарат министрінің, Маңғыстау облысы әкімінің, Маңғыстау мұнай-газ компаниясының құрмет грамоталарымен марапатталды. Жас ұрпақпен кездесулерді маңызды деп санаған Міршайыр жастармен кездесулерге де көңіл бөлді. Университет,
колледж студенттері мен Ақтау қалалық Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен арнайы қызықты кездесулер өткізді. Нәтижесінде бірқатар жастар өздерінің әдебиет саласына қызығушылығын жалғастыра тереңдете түсті. Кездесу барысында қаламгер жастарға өнер жолымен қатар өзінің өмір жолында таныстыратын. Тарихқа қызығушылығы мол Міршайыр әрқашанда қалалық, облыстық, республикалық мұражайлармен тығыз жұмыс жүргізді. Оның зерттеулері нәтижесінде табылған көптеген тарихи құндылығы жоғары экспонаттар музейлерде өз орнын тапты. Міршайыр ежелгі Сырлытам қорымына археологиялық қазбалар ұйымдастырып, Адай Амазонкасының, Сақ батырының қару-жарақты кескін келбетін Ресей ғылыми орталарында қалпына келтіруге жетекшілік етіп, тарихи мұраларды мұражайларға табыстады. Сонымен қатар, Міршайыр ұзақ жылдар бойы Қашаған, Зақария ақындардың атақтарын жаңғыртуға ат салысып, олардың өмірі мен шығармашылығын зерттеу жұмыстарын жүргізді. Мырзағали Іңірбаев зейнеткерлікте жүріп те әдеби, тарихнамалық зерттеулерін жалғастырды. Біршама ізденіс нәтижесінде Маңғыстау жерінің сөздерінің шығу тарихы жайлы жазып жүрген қаламгер. Міршайыр соңғы 10 жылдықта Еуразия аумағында өмір сүрген ежелгі ұлы ағартушы, халықтарды өркениетке бастаған тұлға Ман туралы зерттеулер жүргізді. Ман атаның даналығы мен даралығын зерттеп, жұртшылыққа жеткізу мақсатында Міршайыр Адам ата Ман ата қоғамдық қорының іргетасын қалады. Көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізді. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай алғашқы президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың лебізімен Ман ата, Первочеловек Ман, Адам ата, Ман ата кітабын жарыққа шығарды. Шығармада Міршайыр адамзат тарихының небір сирек мәліметтерін қамтып, ежелгі Қазақстандағы мәдениет, халықтар ынтымақтастығы, ел мен жерді қорғау мәселелері, бағзы халқымыздың адам сүйгіштік, ерен қасиеттері жайлы көрініс берді. Ман ата тарихын зерттеу барысында Міршайыр елеулі нәтижелерге қол жеткізді. Ауқымды қотыр тастар үйілген ежелгі зиратты қоршап, зәулім етіп көрнекті кесене тұрғызды. Әр жасаған жұмысына аса мән беретін Міршайыр ұрпақтарға мәңгілік дүние болсын деген оймен Қордайдың қалың қызыл гранитіне Заратустра, Аристотель, Түмен, Әбіш бастаған әлем ұлыларының Ман туралы нақылдарын ойып жазды. Халықтың жақсылыққа деген сенімін арттыратын, жүректерге жылулық ұялататын, зират етіп баратын әулиенің орнын белгілеп кеткен Міршайырдың бұл еңбегі еш уақытта ел есінен кетпейтіні анық. Өмірінің соңғы күніне дейін Міршайыр арғы атасы Қосай батырдың өмір жолын зерттеп, тарихи деректерге, ғылыми негіздемелерге сене отырып, Қосай батыр мен оғыл Меңді жайлы ауқымды еңбегін жазып үлгерді. Өз еліне, туған жері мен отбасына деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің айқын үлгісі Мырзағали Іңірбаев қазақ әдебиетіне орасан зор үлес қосты. Еліміздің тарихы мен мәдениетін зерттеуде тындырымды еңбек етіп, артынан орасан зор творчестволық із қалдырды. Ең бастысы, Міршайыр тіршілікте ізін жалғастыратын, тәрім тәрбиелі, білімді ұрпақ қалдырды. Балалары мен немерелерінің өмірінде маңызды рөл атқарды. Отбасында адал жар, қамқор әке, ең керемет ата болып, мәңгілікке естелік қалдырды. Міршайыр ұрпақтарының жадында мыңдаған жүректерде ыстық із қалдырып, жарқын бейнесін мәңгілік етті. Жаныңыз жаннаттың төрінен болсын, әке.